Баршаңызға қайырлы күн. Мені арнама қош келдіңіздер. Менің есімім Ляззат. Бүгін біз өте дәмді, сырты қытырлап, іші жұмсақ болып пісетін картоп дайындайтын боламыз. Ол үшін маған картоп қажет. Жақсылап сыртын жуып тазалап алдым. Жазғы жас картоптар өте ыңғайлы болып келеді. Осылайша барлығын кесіп дайындап алатын боламыз. Достар, видеоны соңына дейін қараңыздар. Мені арнама тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Турап алған картоптарымызды осындай ыдысқа салып, 3-4 минутқа пісіріп алатын боламыз. Суымыз қайнағаннан кейін бетіндегі көбіктерін алып тастауды ұмытпаңыздар. Картоп 3-4 минут қайнаса жеткілікті. Одан артық қоймаңыздар. Мінекей біздің картоптарымыз дайын болды. Енді оған өзіміз қалағандай дәмдеуіштерді салатын боламыз. Тұз, паприка, дәмдеуіштер, бұрыш барлығын қосып, сұйық май құйып, араластырып, духовкада 25 минутқа пісіріп алатын боламыз. Негізі жасалуы өте оңай, балаларға жасап берсеңіздер болады. Осылайша духовканың табасына арнайылап орналастырамыз. 25 минут қана қойсаңыздар жеткілікті. градуста қоятын боласыздар. Мінекей достар, біздің картоптарымыз пісті, дайын болды. Өте дәмді, өте жұмсақ, сырты қытырлап тұратын картоптарымыз сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Сіздер де дайындап көріңіздер. Егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, онда тіркеліп кеттіңіздер. Рахмет.